Шәмші. Ата, бұл кісі кім? Бұл Шәмші Қалдаяқовтың ескерткіші. Шәмші Қалдаяқов қазақ халқының ән падишасы. Мынау аллеяда сол кісінің атымен аталады. Ән падишасы? Сонда... Шәмші Қалдаяқов қазақтың жүрегін әнмен тербеткен адам. Ана туралы жыр, әлесінде, Ағмаңдайлым, Қайықта, менің Қазақстаным, осының бәрі сол кісінің әндері. Менің Қазақстаным деген әнді жазуға тура келді. Оны енді қазір қалай деп түсінуге болатынын болмайтынын мен білмеймін. Кезінде біздің мынау терістіктегі, солтүстіктегі 5 облысымызды целинный край қылып бөліп жатқан болатын. Целинный край қылып бөліп жатқан кезде сосын жұрт шуылдап, бұл қалай орыстар бөліп алайын деп жатыр, мынау солтүстік облыстарымызды деген шу шығып, айқай шығып сөйтіп жатқан болатын. Сол кезде Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Ол ұран әніміздің сөзін жазған қазір марқұм болып кетті, Жұмекен Нәжімеденов деген жақсы қазақтың талантты ақын еді. Ол Жұмекен екеуміз бірге оқитын едік, ол домбырашы жігіт еді, консерваторияда оқыған. Сенің кеудеңде қазақ деген қаның бар ғой, менің Қазақстаным деген сөз жаз, мен әнін жаздым деп. Сосын Жамал апаға үйреттік, тағы Жамал апа қағып алып, тағы сразу радиоға барып орындады. Радиодағы жігіттерге айтып қойдық, қайып күніне 1-2 рет беріп қойыңдар деп, менің Қазақстанды күніне 1-2 рет беріп қоятын болды. Ата, біз сонда әрдайым айтып жүретін әнұранымызды әнде осы кісі шығарған ба? Иә, құлыным. Шәмші атаңның әндері ел ішінде кеңінен тарап, әр қазақтың жүрегінде мәңгілік орын алған. Қазақ халқы Шәмші Қалдаяқовты құрметтеп, вальс королі деп те атайды. Ата, бір ән айтып беріңізші. Несі бар? Айтсам айтып берейін. Жүре ғой құлыным. Онда балам, мен сені Шәмші Қалдаяқовтың ән кешіне алып барайын. Әлемнің жарығын